Саламатсыздар ма, қайырлы күн. Мына бүгін менің партнерім, өзімнің сіңілім Айкүміс сіздерге өзінің нәтижесін айтпақшы. Саламатсыздар ма? Мен Айкүміс Оспанова, Тараз қаласында тұрамын. Мен 2023 жылдан бері ауырып, аяқ қолым жөнді істемей, жүре алмай жүргенде аяғым талып, солай жүргенмін. 2024 жылы июнь айында басымның оң жағында ауру пайда болып, содан жатып қалдым. Екі аяқ, екі қолым істемей. Мен областной больницаға қабылдады. Барды, ол жерде лечение алып жатқанда мені врачтар МРТ-ға түсіріп, МРТ-да басында ісік бар деп онкологияға жіберді. Онкологияда бір ай уақыт жүрдік, тексеріліп, онкологтар ештеңе айта алмады. Одан кейін олар нейрохирургтарға жіберді. Тараздың нейрохирургтары: сіздің басыңызда ісік бар, біз операция жасай алмаймыз. Жасаса тек Астана жасайды. Операциядан шықпай қалуыңыз да мүмкін деді. Содан мен Астанаға кеттім. Астанада нейрохирургия орталығында 1,5 ай консультация алдым врачтардан. Нейрохирургия заведующісі соңғы несін берді, мен деп миыңда лакунарная киста деп МРТ-ға түсіріп. Ештеңке істемейміз, тек ем пайдаланып жүре бересіз, өзіңіздің тұрғылықты неңізге, емханаңызға барып. Содан мен Астанада жүргенде маған келінім бір бальзам алып кеп берді. Сразу 8 флакон. Мен соны іштім. Бірақ мен ол кезде оны мән беріп ішпедім. Больницаның укол дәрілерімен араластырып, біраз іштім. Одан кейін Астанадан қайтып келіп, октябрь айында тағы ауырып, орнымнан тұра алмай, аяқ қолым істемей, областной больницаға тағы түстім. Ол жерде 12 күн ем алдым. 12-ші күні заведующісі инсультный отделениеге жаттым. Заведующісі: енді болмайды, күннен күнге төмендеп бара жатыр, Құдайдан күтіңіз деп әпкеме мені шығарып берді. Мен содан үйде тұрған бальзамның жарты флакондары бар еді, соны қайталап іштім. Перпект, Виталик и Смарт. Негізі мен осы бальзамнан тұрғанмын. Ол кезде больницаның уколдарымен араласып жүріп, онша мен мән бермедім, басында сенбедім. Осыны қанша рет айтты маған әпкем: осы бальзамды іш, сен осы бальзамнан жақсы боласың. Бірақ мен мән бермей, ішпей, сенбей 2025 жылға дейін жүрдім. 2 жыл жүрдім ортада. Аяқ қолым істемей, төсекте жатып қалып, балам орнымнан тұрғызып тамағымды береді, қайтара жатам, өзім памперстемін. Осылай жаттым. 2025 сентябрінде мен интим гелін алып пайдаландым. Менің омыртқамда грижа бар, мойнымда остеохондроз бар, басымда ісік бар, геморройым бар, женскийде миома, полип, эндометриоз бар. Осылардың барлығына интимгелді пайдаланып, 3 курс, 9 коробка интимгелді пайдаландым. 72 күн. Содан УЗИ-ға түсіп, женский врачқа барып едім. Сіз маған неге келдіңіз? Сізде ешқандай не жоқ қой, мен ештеңке көріп отқан жоқпын деп көріп, барлығы таза, матка, шейка барлығы таза, ешқандай ештеңке жоқ, сізде миома, полип, эндометриоз жоқ деп маған нәтиже айтты врач. Қытыға түстім. Басымдағы ісігім размері кішірейіпті. Басыма ауырған қойды. Қазір өздігімнен жүріп тұра аламын. Өзім тірлігімді істеймін, өзім жуынамын, өзім тамағымды ішемін. Коляскіден тұрдым, ходунокты тастадым, өздігімнен жүріп бастадым. Менде нәтиже өте жақсы болды осы бальзамнан. Бірінші Алла, екінші осы нано бальзамның арқасында осы халге жеттім. Осы халге жеттім.
нәтижесі өте жақсы.